Биыл аты аңызға айналған командир жазушы және Кеңес одағының батыры 2000 жылы ғасыр адамы атағын алған Бауыржан Момышұлының туғанына 110 жыл толып отыр. Бауыржан Момышұлының батырлығына арналған бейне дәріске қош келдіңіздер. Кезінде көздің тірісінде ақ Баукеңнің батырлығын төрткүл дүние танып білді. Бауыржан Момышұлының бойындағы қаһармандық қайсар тұлғасын және кез келген адамзат баласында кездесе бермейтін озық ақыл ойды, қайсар мінезді естіген жұрттың барлығы тәнті болды. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы малшының отбасында дүниеге келген. Әкесі халық арасында Момыш деген атпен танымал Момынәлі ұста етікшілік пен зергерлікті кәсіп етіп қана қоймай, кирилл әліпбиін өз бетінше меңгерген адамдардың бірі болған. Анасы Рәзия Байдан руының ұрпағы Әбдірахманның қызы. Болашақ халық батыры анасынан ерте айырылады. Анасы Рәзия дүниеден ерте өткендіктен Бауыржан 3 жастан бастап әжесі қыз тумасының қолында тәрбиеленеді. 1921 жылы Бауыржан Момышұлы бастауыш мектепті аса интернатына оқуға түсіп, кейін 1924 жылдан бастап Шымкент қаласындағы 7 жылдық мектепке ауысады. 1928 жылы мектепті үздік бітіргеннен кейін Орынбор қаласындағы Қазақ педагогикалық институтында білім алуды жалғастырады. Басында ұстаздық етеді. Одан кейін атқару комитетінің жауапты хатшысы қызметкерін атқарып, 6 ай уақыт милицияда жұмыс істейді. Ерекше көзге түсіп, Шымкент өнеркәсіп банкіне қаржыгер болып жұмысқа тұрады. Осы жерде жүріп, Республикалық банк меңгерушісінің жолдамасымен Ленинградтағы қаржы академиясы жанындағы 1 жылдық курсты тамамдайды. Біліктілігін көтерген соң КСР өнеркәсіп банкінің республикалық басқармасына аға консультант ретінде тағайындалады. атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанады. Әйгілі 8-ші гвардиялық дивизияның батальон полк командирі болып соңында осы гвардияны басқарады. Сол жылы бүкіл майдан даласын ошақты және икемді қорғаныс тактикасы шарлады. Бұл да батырдың алысты барлап, дер кезінде ширақ шешім қабылдай алатын көрегендігі еді. Соғыстан кейін Кеңес армиясы бас штабының жоғары әскери академиясын бітіреді. Осы академияда сабақ берді. Әскери педагогикалық жұмыспен айналысып, 1956 жылы полковник атағымен отставкаға шықты. 1956 жылы елге оралады. Алматыға келгеннен Бауыржан Момышұлы толықтай шығармашылықпен айналысады. Бауыржан Момышұлының әділет қашанда жеңеді, ол кешіксе де келмей қоймайды деген сөзі шындыққа айналып, 1990 жылы туғанына 80 жыл толуына орай Кеңес одағы батыры жоғары атағы беріледі. Сондай-ақ соғыс жылдарында 1942 жылы 6 маусымда Қызыл ту орденімен марапатталады. 1944 жылы 6 маусымда Мәскеуді қорғағаны үшін медалімен, 1945 жылы 1 шілдеде дәрежелі отан соғыс құрмет белгісі ордендерімен, Қызыл жұлдыз орденімен 2 рет марапатталады. Бұдан өзге соғыс жылдарынан кейін 1970 жылдары еңбек Қызыл ту орденімен, құрмет белгісі орденімен марапатталып, 2000 жылы ғасыр адамы атағы беріледі. Батырдан қалған құнды жәдігерлер бүгінде мұражайда сақтаулы. Бүгінде жалпы саны 1136 жәдігер бар. Момышұлының қан майдан қар жастанып, мұз төсенген күндерінен бастап, бүкіл ғұмырын осы жәдігерге баяндап тұр. Снаряд, граната, оқтар, батырдың батальоннан бастап жау шебіне қырандай шүйілгені көз алдыңа келеді. Полковник шинелі, папахасы, планшетпен етігі, кеудесін кере ұстап, 2 иығын нық басып бара жатқан айбынын аңғартқандай осы құнды дүниелердің бәрін аман сақтап, мұражайға тапсырған батырдың келіні Зейнеп Ахметова. Бұл жәдігерлер тұрғанда Бауыржан Момышұлының рухы мен ерлігін ғасырлар көмескілей алмайды. Бауыржан Момышұлының шаңырақ көтерген жылдарында Бақытжан есімді ұлы
Елена есімді қызы дүниеге келген. Келіні Зейнеп Ахметова қазақы дәстүрлерді насихаттап қайнатасы туралы естелік кітаптар мен мақалалар арнады. Бауыржан Момышұлы әдебиетке ерекшелікпен келген екен. Бұлай дейтініміз оқырман авторды шығарма жазушы автор ретінде емес, шығармадағы ержүрек кейіпкері ретінде таныды. Дәлірек айтар болсақ, Александр Бектің Волоколамск тас жолы повесті арқылы танылған болатын. Ал батырдың әңгімелері мен еске түсірулерінің желісімен жазушы Александр Бек арпалыс шығармасын дүниеге әкеледі. Бауыржан Момышұлы офицердің күнделігі, бір күннің тарихы, Москва үшін шайқас әңгімелерінің, генерал Панфилов туралы біздің генерал өмірбаяндық повестер мен әңгімелер жинағы кітаптарының авторы. 1976 жылы Кубалық кездесулер атты очерктің шығармасын жазып қалдырған. Біз майданда болып, белуардан қан кештік, тылда жүріп, көз жасымызды көл өттік. Күн түн демей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп, оны абыроймен ақтадық. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрбан болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз де аз емес. Ұлы отан, туған елім, туған жерім, ұлы отан соғысының жалынына шарпылмаған біздің елде бірде-бір семей жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы әрқайсымыздың басымызда болды. Солдаттың сағынышы, ата-ананың қайғысы, жардың мұңы, жетім-жесірдің көз жасы әрқайсымыздың басымыздан өтті. Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай саңлақ батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қан майдан көрген. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткен көзіммен көрген. Олардың имандары жолдас болсын. Олар ұлы отанымыздың тәуелсіздік үшін жан, тәнін аямастан соғысты, тәуелсіздік үшін жан тәсіл етті. Бүгінде біздер рухани жаңғыру ұғымын жиі айтып жатамыз. Ал сол ұғымды сол уақытта Батыр Бауыржан қалыптастырып, алғашқы дәнегін егіп кетті десек қателеспейміз. Себебі жауынгер жазушы республика басшылары Жұмабай Шаяхметовке, Нұртас Оңдасыновқа, Мұхамеджан Әбдіхалықовқа жазған хаттарында кейінгі жастарға тарихты оқытуды, әдебиетті, тілді дамытуды, жойылып кеткен ұлттық құндылықтарды жаңғыртуды қолға алуды тапсырады. Сонымен қатар Батыр Бауыржан өкіметтің шешімін күтіп жатпай, Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев сияқты ірі ғалымдар мен ірі жазушыларға да осы мәселені көтереді. Мысалы, Бауыржан атамыз Нұртас Оңдасыновқа жазған хатында тапқырлық мен пайымдылық солдаттың бойында қажет қасиеттер дейді. Сондықтан тапқырлыққа бейім, адамның рухани дүниесіне үлкен қажет деп айтысты тірілтуді қолға алуын тапсырған. Тіпті бұл шешімін тапқан көп ұзамай қоғам қайраткері, тілші ғалым, Қазақ КСР жоғарғы кеңесі төралқасының төрағасы Нұртас Оңдасынов Алматыда республикалық ақындар айтысын өткізді. Сол уақытқа дейін жоғалып кеткен бүкіл айтыс республикалық деңгейде Бауыржанның хатынан кейін өткізілген екен. Бауыржан Момышұлының өміріне арналған Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» роман диалогиясы жарық көрді. Қазақфильм киностудиясы елбасына күн туса көркем фильмін түсірді. Москва академиялық драма театры Момышұлы туралы Волоколамск тас жолы спектаклін қойды. 1967 жылы режиссер Мәжит Бегалиннің фильмінде, артымызда Мәскеу фильмінде батырдың рөлін Каукен Кенжетаев сомдады. 2013 жылы режиссер Ахан Сатаев Бауыржан Момышұлы атты
телехикая түсірді. Қазіргі кезде үлкенді кішілі әскери және құқық қорғау органдарының оқу орындары, ауылдары мен көшелері батырдың атымен аталады. Тек Қазақстанда ғана емес, Ресейде де батырдың есімімен аталатын мектеп пен көше бар. Ұлы Бақытжан Момышұлының батырға арналған бірнеше шығармасы жарық көрді. Зейнеп Ахметованың Шуақты күндер шығармасы жарық көрді. Бауыржан Момышұлы 1982 жылы 10 маусымда Алматы қаласында қайтыс болды. Бауыржан дүниеден өткенше бүкіл жұртының қазақ болғанын қалады. Тіл үшін күресті, ана тілін құрметтеуге шақырды. Ол біз үшін тек фашистермен соғысқан жоқ, бізге, сізге жат дүниемен, жалаң дүниемен, құйтырқы құбылыспен соғысты. Ұрпағым ұлағатты болса екен деп тіледі. Қазақтың батыр ұлының ұрпаққа айтқан сөзі халықтың есінде мәңгілік қалмақ. Бойымыздан жаңғырып, ерлік, үлгі, қайсарлық қалыптасады. Ұлтымыздың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, ұлт мүддесі үшін күресіп жатсақ, батыр Бауыржанның ұлт руханиятына сіңірген еңбегі деп білемін. Келешек жас буын Бауыржан Момышұлы секілді арым алашқа, қаным қазаққа деген ұстаным қоюы тиіс.